айтады ғой қазақстандар, жер десең, елім, жерім, біздің Қазақстан мемлекет десең, о, Албан, о, мен кіші жүз, о, мен қолыма найза алып төбелескен, мен орта жүз, біздің ата бабамыз, ой, алаш күрескен дейді. Оттапсыздар. Тоқаев қазір елімізді Путинге сатып жатыр, беріп жатыр, егемендігімізді беріп жатыр. Уран өндіретін кәсіпорынды, мұнай өндіретін кәсіпорындарды, бүкіл Қазақстанды 20 миллион халқымен Путиннің астына, Ресейдің астына қосып беріп жатыр. Қайда жүрсіздер сіздер? Қайда миллиондап адам шығып жатыр ма? Мысалы айтады, Путин қанішер, убийца дейді. Ну, жарайды. Дұрыс айтасыздар. Путин қанішер, Путин убийца, қылмыскер. Енді сол қанішерді, ваше превосходительство, Казахстан являлась частью Российской империи деп Тоқаев Путинді, о, Владимир Владимирович, я вас поздравляю с президентством, Владимир Владимирович, вы наш царь деп Тоқаев Путиннің астына елімізді салып беріп жатыр. Миллион адам жоқ. Қайда? Неге күреспейсіздер? Егер миллион адам шынымен өзгерісті қаласа, әрекет жасайды ғой? Жоқ. Қазір Путинге білесіздер, анау Тоқаев не деп айтқан, Сталинді білесіздер, ә? Советский Союз. Миллиондаған қазақты қырып салды. Ашықпен қырды, өлтірді, атты. Алаштарды атты. Тоқаев не деді? Советский Союз, ол история, бірақ біз жай ғана негативқа қарамауымыз керек. Советский Союз біздің Қазақстанға болашақ берді дейді. Тоқаев айтып жатыр, сіздердің ата-бабаларыңызды, қазақтарды қырып өлтірген, Сталинді мақтап жатқан Тоқаев ОДКБ Путиннің әскерін кіргізіп, қазақтарды атып жатыр. Қайда қарсы болса шықпай ма миллиондап? Жоқ. Халық жоқ. Халыққа, значит, өзгеріс керек емес. Более того,